Бүгін 17 қазан, мен қазір универге бара жатырмын. Мен негізі бұны алда түсіруді ұмытып кеттім. Сол үшін бұны алдына мен мектепке барып келдім, себебі мен мектепте бірдеңе алу керек болды. Сол енді үйге қайтадан келіп, қайтадан универге қарай барамын. Қыздың аты Лаура, біз тарихта лекцияда отырмыз. Ағдам тыңдап отқан жоқ. Кстати, Лаура менен 3 жас үлкен. Ұқсамайды, Сәлем, бүгін бізде келесі күн. Мен кеше ештеңе түсірмедім, себебі мен басыма ауырып, менде вообще настроение болмай кетті. Бүгін бізде ешқандай сабақ жоқ, бірақ менде істейтін тірлік көп. Кеше мектепке бардым деп айттым ғой, бүгін тоже мектепке барамын, потому что кеше директор болмады, сол себепті печат бастыра алмадым. Мен мектепке барып, барлық шаруаларын бітіріп келдім. Мен ештеңе түсірмедім, потому что мен мектепке барған уақытта далада жаңбыр деген просто шелектеп қойып тұрды. Ал қазір мен обед ішіп отырмын. Обедке мама борщ істеп кетіпті. Соны ішіп отырмын. И сосын тағы неге бару керек? Распечатка жасайтын жерге бару керек. Бір-екі нәрсені шығартып, сөйтіп, ілгерсен бүгін почтаға бару керек тағы да. Мен распечатка жасатып келдім. Енді почтаға барып жатырмын. Сол жер керек. Менің влогым деген не болып кетті? Түсіруді ұмытып кетіп жатырмын. Үй түсіретін кезде түсіре алмай қалып жатырмын. Сондай болып кетті. Қазір мен домашка жасап жатырмын. Біріншіден әлем кино тарихынан рубежға берген презентацияны жасау керек. Оны әлі жасап жатырмын. И драматургиядан тоже топографияны жасау керек. Ол дегеніміз қазір көрсетемін қандай екен. Бірінші осылай локациялар жаза аламыз да. И вот мына жерде осылай, короче. И топографияны осылай жасамыз. Вот бұл бізде қандай локация, қандай и анау-мынау, короче, сондай жер керек екенін түсінуге керек болады дейді. Короче, и мынау бізде домашка. Бізде бүгін сабақ болған жоқ. Сол үшін сол сабақ болған күні менде вторник күні по идее негізі кино көріп демалып өтетін. Бірақ менде бүгін өте көп жұмыстар болды. Бірақ мен түсіруді ұмытып кеттім, так что ренжімеңіздер. Осылай мен түнгі 10:30-да презентация жасап отырмын. Қандай керемет. Бұл Корея жайлы. Мына Корея жайлы презентация қорғап жатқан кезде чануды қоспаған ұят болады. Қазір кеше жасап үлгермеген үй жұмысын орындайын деп жатырмын. Кстати, осы лекция дәптерінің артында менде альфа тобының қолтаңбалары бар. Мен алдында 5 октябрь, кажется, сол кезде болған фан-митингке барғам, Тедотпен бірге жасаған. Сол кезде осы күнгі сабақ болған болатын. И мен қай жерге қол қойдыртатынды білмей, осының артына қойдыртқан болатынмын. И кішкене қазір сол фан-митингтен кадрлар салып кетсем. Все, домашканы орындап тастадым.
фотографиясын салдым. Мысалға қала 6 қабатты үй деген сияқты мынау аула. Солай, короче. Так, мен боянып болдым. Енді косметикаларымды саламын. Өзімен алып кететін бірінші қазір пудра кисточка. 04 карандаш. И пудра, конечно. Тинт қазір жағам, сосын салам. Масло. Дай для губ. Енді шашымды істедім, боянып біттім. Енді қазір киінетін болам. Білмей тұрмын, сыртқа шығып тұра берсе нормально ма, или мені жынды деп ойлайды ма деп. Бай салғай маған ұнамайды. Шығарған ұнамайды. Конечно, былай шығып кетпеймін, потому что күн суық. Бірақ мен не киетінімді білмей тұрмын. Куртка киемін ба, әлде не киемін? Просто куртка кисем ыстықтайтын сияқты маған. Мен тұратын жақ жаңа район жақтар болған соң, вечный ремонт, анау. Короче, енді мен остановка алатын жақтан. Эх, өмір. Дала суық екен. Так, куртка кимегенім жақсы болды. Мен уже универге келдім. Тағы да ерте келіп алдым. Лаура тағы да екеуміз. Ұнаймау ондай картинасындегі? Иә. Бізде жүріс уже уақыт өтті. Макияжымды сүртіп душқа түсе алдым. Зірікстің пенкасымен бетімді жуам. Делся брендтің сывороткасын жағам. Күнде кешкісін қолданам. Доктор Джарттың кремін жағам. Тоже маған өте қатты ұнайды крем. Осымен менің кешкі жасайтын уходым бітті. Негізі күндерге осылай жасаймын. Сәлем, бүгін келесі күн. Бүгінгі менің образым рубашка и осындай топ. Я вам отвечу. Куда писать? Положите, пожалуйста, ответ. Бізде ағай жоқ, біз кино көріп отырмыз. Сәлем, бүгін бізде жұма. Бүгін влогтың соңғы күні. Иногда, если она со мной так говорит, мне кажется, я готов выйти из себя и покинуть ее навсегда. Или просто не замечать ее. Біз тағы да кино көріп отырмыз. Әлем кино тарихынан. Психоз деген. Мемс сындырған фильм. Он попытался избавиться от груза этого преступления. Қазан апай келеді ғой өзі.
Мен үйге келдім. Мен осы видеоға монтаж жасайын деп жатқан кезде мен алдыңғы видеомда жазған комментарий есіме түсіп кетті. Ол жерде осы режиссер мамандығына қалай түсуге қалай дайындалдыңыз деген сияқты сұрақ болған. Режиссер мамандығына түсу үшін шығармашылық емтихан тапсырасыз, жаңағы оқу сауаттылығы және қазақстан тарихынан. Сосын ендіден кейін тағы да шығармашылық екінші емтихан тапсырасыз уже универде. Мен бірінші емтиханымыз ол бізде сценарий жазу болды. Сосын ол екінші емтиханда сол универде жұмыс жасайтын режиссерлар болады. Ол жерде сұрақ жауап болады. Мен басында шыққандарда анда қатты көп сұрақтар қойып қинап жатқан соң мен басында шығуға қорқып отырдым. Почти ең соңында шықтым. Сол кезде менен сұраған тек қана бір 2-3 сұрақ болды. Ол қандай қазақстандық режиссерларды білесің, ең соңғы рет қандай кітап оқыдың және не үшін режиссер болғың келеді деген. Ол басқа ешқандай да сұрақтар болған жоқ.